Құрметті қазақстандықтар, тасқыннан зардап шеккен азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін үкімет барлық қажетті шараларды қолға алып отыр. Біріншіден, зейнетақы, жәрдемақы мен стипендияларды төлеу. Мемлекеттің халық алдындағы әлеуметтік міндеттері толығымен және уақытылы орындалуда. Зардап шеккен аймақтың тұрғындарына төлемдер бекітілген мерзімнен бұрын берілуде. Мұндай режим биылғы 1 қыркүйекке дейін сақталатын болады. Одан бөлек, мүгедектігі бар азаматтарды қайта қойландыру мен 1 кварталда атаулы әлеуметтік көмекті алып жүргендер үшін қайта тағайындау мерзімдері 1 шілдеге дейін автоматты түрде ұзартылды. Еңбек министрінің тиісті бұйрықтары шықты. Екіншіден, оқушылардың оқу маусымын аяқтауына жағдай жасау үшін эвакуациялық орталықтарда болған 4000-нан аса бала сауықтыру лагерлеріне, колледждер мен жоғары оқу орындарының жатақханаларына, Назарбаев зияткерлік мектептері, білім инновация лицейлерінің интернаттарына орналастырылды. Онда тұруға, тамақтануға және оқуға қажетті жағдай жасалған. Олар мұнда үйлері қалыпқа келтіріліп, мектептерінде оқу процесі қайта жалғасқанға дейін болады. Бүгінде 500-ден аса бала әлі де эвакуациялық орталықтарда қалып отыр. Олар да білім беру үрдісімен қамтылған. Олардың ата-аналары тасқын судың кетіп, үйлеріне оралғанын немесе баспаналарын қалыпқа келтіру үшін бағалау жүргізілуін күтіп жүргенін түсінеміз. Бұл санаттағы балалардың ата-аналарына бізде балаларды орналастыруға қарастырылған тағы да 4000-нан аса орын бар екенін айтқым келеді. Қажет болған жағдайда оларды сол жерлерге орналастыруға дайынбыз. Оқу маусымы аяқталған балаларға өз тұрып жатқан аймақта не басқа өңірлерде орналасқан жазғы демалыс лагерлеріне баруына мүмкіндік беріледі. Бұл мәселемен оқу ағарту, жоғары білім, туризм және спорт министрлері тікелей айналысуда. Зардап шеккен 6 аймақтағы түлектердің ұлттық бірыңғай тестке дайындығы туралы. Түлектерге дайындалуға қосымша уақыт беру үшін оларға ұлттық бірыңғай тест бөлек кестемен өткізілетін болады. Тесттен төмен балл алған жағдайда биылғы ахуалға байланысты қаңтар мен наурыз айларындағы тапсырған тесттердің үздік нәтижелері ескерілетін болады. Қазір қосымша нысаналы гранттар бөлу жағы да қарастырылып жатыр. Үшінші міндет баспана мәселесін шешу. Жеке тұрғын үйі немесе жалғыз тұрағы болып саналатын саяжайын су басып, қалпына келтіру мүмкін болмай қалған азаматтар үшін мәселені екі түрлі жолмен шешу ұсынылған. Құрылыс министрлігі бекіткен типтік жоба бойынша жаңа үй салу, немесе осы министрлік бекіткен шекті сома аясында нарықтан дайын баспана сатып алу. Баспананы сатып алу жұмысы зардап шеккен азаматтардың таңдауы бойынша тұрып жатқан аймағы шеңберінде жүргізілетін болады. Бұл процедура бойынша мәлімет алу үшін жергілікті әкімдіктерге жүгінуге болады. Төртінші, келген залалды өтеу. Тасқын судан зардап шеккендер үшін 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік төлем қарастырылған. Бүгінде ол 11.000-нан аса отбасыға төленіп, одан бөлек үкімет азаматтарға бөлінген үй заттарын алу үшін қосымша 150 айлық есептік көрсеткішке дейін төлемдер жасау туралы шешім қабылдады. Жергілікті әлеуметтік қолдау бөлімдері аталған комиссияның жұмысшы органы болып саналады. Қажет болған жағдайда олар толыққанды мәлімет бере алады. Сондай-ақ, өтелмеген несиесі бар азаматтарға банктер мен микроқаржы ұйымдары 1 сәуірден бастап 30 маусымға дейінгі аралықта берешекті өтеу мерзімін ұзартуды қарастыруда. Осы аралықта зардап шеккендерге айыппұлдар салынбайтын болады. Мұндай шара жеке кәсіпкерлер, шағын және орта бизнес өкілдеріне де ұсынылады. Аймақ әкімдіктері 5000-нан аса азаматтың және 110-нан аса бизнес субъектілерінің тізімін жасап банктерге жеткізді. 5-ші, эпидемиологиялық жағдай және медициналық көмек көрсету бойынша еліміздің барлық медициналық мекемелері күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Қажетті дәрі-дәрмек қоры әзірленді. Жұқпалы ауруханалар қажет болған жағдайда науқастарды тәулік бойы қабылдауға дайын. Эпидемиологиялық бригадалар құрылып, жапа шеккен аймақтардағы ауыз су сапасы мен ерекше қорғалатын аумақтар тұрақты бақылауға алынған. Қазірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты деп бағалануда. Бұл бағыттағы жұмысты денсаулық сақтау министрі үйлестіруде. Үкімет қазіргі уақытта азаматтарға қажетті барлық қолдау шараларын жүзеге асырып отыр. Осы күрделі кезеңде отандастарымызға көмек көрсеткен, әлі де көрсетіп келе жатқан барша ел азаматтарына үлкен алғыс айтамыз.